Сен не мені соншалықты ақымақ деп санайсың ба? Бұл өтірікке сене қояды деп ойладың ба? деп түнердім. Ербол, өтінемін, айқайламашы деп жатты. Барлығын айтып берем, тек тыңдашы деді көз жасына тұншыға. Ал айт, сөйтті де бәрін жайып салды. Мехмет құрбысының көршісі екен, жиі келіп тұратын танысы. Айымның айтуы бойынша оған назар аударып, айым болса ақылынан айырылып, сомен роман бастаған. Ал құрбың ше, күйеуі ше, бәрін көріп жүрді ғой. Тісімді тісіме басып әрең тұрдым. Олар қасымызда болды, бірақ аса мән бермеген сияқты деп бұлдырап жауап берді айым. Қанша рет дедім өзімде, неге сұрап тұрғанымды білмеймін, бірақ рет болса жеткілікті ғой. Ербол, нақты есімде жоқ, көп ішкен. Мен ондайға үйренбегенмін, кешірші. Айымның көз жасы жағына сорғалап ағып жатты. Ал мен оған қарап ішімде сенім дегеннің бәрі қирап жатты. Сен неге жылап тұрсың сонда, деп шыдай алмай кеттім. Не спектакль құрып тұрсың? Өз өміріңді өзің құрттың. Мен саған сендім, ал сен ше? Түркияда біреумен төсектес болып, енді сол баланы көтеріп тұрсың. Ал мен не істеуім керек? Ештеме болмағандай өмір сүре беруім керек пе? Мен ондайды қаламадым. Қаламадың, даусым қаттырақ шығып кетті. Сол сәтте ішімдегінің бәрі бұрқ ете қалды. Айқайлап жібердім. Бүкіл үй естіген шығар, көршілер де естігені анық. Мен үнсіз қала алмадым. Бұл мен үшін жай ғана сөз емес еді, бүкіл отбасымызға, сенімімізге, тіпті ұлымызға жасалған соққы болатын. Демек, сен бөтен біреумен жатып жүкті боласың, бірақ оған өзіңді кінәлі сезінбейсің деп айқайладым. Онда мен кінәлімін бе? дедім. Айым бетін қолымен жауып жылап отырды. Оның жағдайы ауыр, жүкті екені көрініп тұр, бірақ мен үндемей қала алмадым. Мұндайдан кейін үнсіз қалу мүмкін емес еді. Шыдай алмай үйден кетіп қалдым. Манасқа жұмысқа шығу шақыртыпты деп тыныш ұйықтасын деген оймен шығып кеттім. Анамның үйіне барғым келмеді. Бәрі тым ауыр еді. Содан досым Аянға хабарластым. 40 минуттан соң оның үйінде отырдым. Қолымда сыраның бөтелкесі, ал ойымда астан-кестен болып жатты өмір. Ербол, шынымды айтсам, айым ондайға барады деп ойламаппын. Бұрын өте сақ, ақылмен жүретін сияқты еді деп әңгімеледі оның досы. Мен де олай ойлаған жоқпын. Енді міне біреуден бала көтеріп келіп отыр. Кейде сол шындықты мүлде білмегенім жақсы еді деп қоям. Жарайды, төсектес болып қойған күннің өзінде, бірақ жүкті болып қалу енді не істейсің деген сұрақтар қойыла бастады. Білмеймін, Аян. Бәрін тастап кетіп қалғым келеді, бірақ Манас бар ғой. Мен өзім де әкесіз өстім. Оның қандай ауыр екенін білем. Манас та солай өмір сүргенін қаламаймын. Біршама сөйлесіп, үнсіз жатып қалдық. Таңертең үйге қайтуға бел будым. Бұл жағдайды шешу керек болды. Үйге кіргенімде айым да дәл сол сәтте Манасқа таңғы ас беріп отыр екен. Папа, келдің бе деп қуанып Манас. Мені балабақшаға анам апарады деп ойлап едім бүгін. Жоқ, балам, бүгін мен сені апарамын. Айым менің бетіме қысқа қарап сынағандай бір көзқараспен қарады. Таңғы ас ішесің бе деп жай ғана. Мен үндемедім, не айтарымды білмедім. Ештеңе болмағандай сөйлесуге ішім дау алмайды. Ал ашық сөйлесуге дайын емеспін. Манас жиналып жатқанда мен дәлізде күттім. Екеуміз бірге шықтық. Түсте телефон шыр ете қалды. Экранда енемнің аты. Алғашында көтермей қоя салайын дедім. Бірақ ішімдегі бір сезім жауап бергізді. Ербол, бізге байыппен сөйлесу керек. Ашығын айтсам, асығыс шешім қабылдама. Айым бәрін айтты. Меніңше осындай ұсақ түйек үшін отбасы бұзуға болмайды. Кешке кел. Отырып адамша сөйлесейік деп еш паузасыз маған қарсылық айтуға мүмкіндік бермей барғым келмеді. Бірақ білетінім, егер бармасам,
бәрі тыным бермейді. Кешке олардың үйіне бардым. Айым алдын ала келіп алған екен. Бүкіл жүзінен жас сорғалап тұр. Бейне бір жазықсыз адамдай болып отыр.